Құрамы зиянсыз шампуньдарды таңдауды үйрететін боламын. Ең алдымен мен парақшама тіркеліп кетіңіз және дәл осы видеоны керек деген туысқаныңызға, жақын құрбыңызға міндетті түрде жіберіп қойыңыз. Да құрамы зиянсыз шампуньдарды біліп жүрсін. Көп адамдар қолданатын дәл осы Ладор, Олин сияқтылардың ешқайсысын алуға кеңес бермеймін. Себебі бұлардың құрамында өте агрессивный пафтар бар, яғни лаурис сульфат, лаурил, тағы сол сияқты аммоним сияқты сульфаттардың барлығы кездеседі. Және де олардың құрамында фталаттар бар. Фталаттардың барлығы біздің эндокриндік жүйемізге әсер етеді және құрамындағы фрагнанс деген адушкалардың барлығы сіздің тыныс алу жүйеңізге әсер етеді. Агрессивный сульфаттардың барлығы сіздің бас теріңіздің липидтік жүйесін бұзып, яғни зуд алып келеді, қышыну алып келеді, ары қарай аллергия беру мүмкін. Дәл сол сияқты сіздің теріңіздің қорғаныш қабатын бұзатын болады. Бағасы қымбат и сіздің денсаулығыңызға өте зиянды шампунь болып табылады. Қолданып жүрген мына жерде Про сервис бар, Пантин бар, концепт, яғни увлажняющий деп қойған гарнир бар. Осылардың барлығы, мына жерде гербалин бар ма? Осылардың барлығының құрамында лаурил сульфат бар. Сіздердің шаштарыңызды ешқандай да увлажнение бермей, керісінше уақыт өте келе ұзақ уақыт қолданғаннан соң сіздің бас теріңіздің қорғаныш қабатын бұзып, түрлі аллергияларға жол ашу мүмкін. Және де құрамында көптеген адушкалар бар. Олардың барлығы уақыт өте келе сіздің эндокриндік жүйеңізге, тыныс алу жүйеңізге қатты әсер береді. Енді қандай шампунь қолданамын десеңіздер, осы Эколайтердің шампуньін алсаңыздар болады. Составы более-менее нормально и бюджетный вариантта. Бұл жерде пафтар именно өсімдіктен алынған, ешқандай да силиконды, синтетикалық пафтар қосылмаған, агрессивті, сіздің бас теріңізді қорғатпайды, шашыңызды түсірмейді. Өте жақсы состав. Бюджетный және состав жағынан өте жақсы. Осы Леврананы қолдансаңыздар болады. Құрамы кәдімгі өте мягкий пафтардан жасалынған, яғни сіздің бас теріңіздің қорғаныш қабатын мүлдем бұзбайды. Керісінше шашыңызды өте қатты увлажнение береді. Одан бөлек кірін жақсы алады. Және фталаттар жоқ, әртүрлі адушкалар жоқ, сіздің тыныс алу жүйеңізге әсер беретін. Осыны алыңыздар. Өте бюджетный вариант. И оның детский шампуньді да қолдансаңыздар болады қыздарыңызға, балдарыңызға. Сіз синергетиктің шампуньін қолдансаңыздар болады және ботавикс деген шампуньді қолдансаңыздар болады. Құрамы өте жақсы, мягкий пафтармен жасалынған. Осы видеоны көріп болсаңыз, енді маған тіркелуді ұмытпаңыз. Мен парақшамда өте пайдалы ақпараттар бар, ПП рецепттер бар, тегін, қантсыз, глютенсіз. Жалпы мен парақшама кірсеңіз, шыға алмай қаласыз ғой. Өте пайдалы парақша.